Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді әрі тойымды салат дайындайтын боламыз. Жасалыну жолда өте оңай, тез дайын болады. 4 қана заттан тұратын салат дайындаймыз. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен суға піскен тауық етін ірілеу етіп тураймыз. Майда етіп қажет емес, кішкене ірілеу етіп турай беріңіздер. Мен мұнда тауықтың бір санын алдым, соның өзі салатымызға жеткілікті. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, менің каналымның дамуына үлес қосып, подписаться батырмасын басып, каналыма алдымен жазылып алыңыздар. Бұдан кейін де көптеген рецепттермен бөлісіп отырамын. Келесі қайнатылған жұмыртқамызды тураймыз, бұны да ірілеу етіп тураймыз. Осы салатымызға кететін заттардың тізімін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Келесі свежий огурцымызды тураймыз, бұны да ірі етіп тураймыз. Енді тураған заттарымызды бір ыдысқа жинайтын боламыз. Тауық етін саламыз. Сосын огурцы, жұмыртқамызды, сосын жарты банка кукурузымызды саламыз. Сосын дәміне қарай тұз себелеп, майонезімізді қойып, жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Мінекей өте дәмді әрі тойымды салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тамақпен бірге жеген кезде аппетиттеріңізді ашады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Назерке. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.